Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен ресторандардағы хит болып жатқан Цезарь салатының жасау әдісін білен бөліспекшімін. Ол үшін бізге қайнатылған тауықтың грудинка еті керек болады. Мен оны екіге бөлдім. Бір бөлігін үлкен етіп турадым, екінші бөлігін сәл кішілеу қылып турадым. Сосын оған керегінше қара бұрыш, қызыл бұрыштарымызды, дәмдеуіш тұздарымызды салып, духовкаға 25 минутқа қойып алдым. Ал енді үлкен ыдысымызды алып, пекин капустамызды алып, керегін жақсылап жуып, тазалап, өстіп қолымызбен ірі қылып тураймыз. Мен 10 жұмыртқа істетіп жатырмын. О 10 жұмыртқаның 6-уыны ішіне қосуға, ал 4-уыны безетуіне алып қаламын. Жұмыртқаларымызды капустаның үстіне саламыз. Енді қызанақтарымызды тураймыз. 4-уыны ішіне салуға турадым, 2-уыны безетуге алып қалдым. Қызанақтарымызды капустаның үстіне салып, тауықтың етін де саламыз, майда бөліктеріні, ал ірі бөліктеріні безетуге алып қаламыз. Майонезімізге майдалап туралған чесногымызды араластырып, соус дайындаймыз. Ірімшігімізді алып, жақсылап майда түркадан әдемілеп өткіземіз. Дайын болған ірімшігімізді де салатымыздың үстіне саламыз. Сосын крешкилерімізді қосып, майонезімізді үстіне салып, салатымызды әдемілеп жақсылап араластырып аламыз. Ал енді дайын болған салатымызды тарелкаларымызға салып, жан-жарына тауықтың етіні, қызанағымызды, жұмыртқамызды безетіп, үстіне ірімшігімізді салып, дастарханымызға тартамыз. Ас болсын. Каналға тіркеп, лайк басуды ұмытпаңыздар.